Қазақ профи боксшылары қалай әлемдік деңгейде танымал Triple G секілді атақты бола алады? Бүгін осы жайлы сөйлесейік. Ассалаумағалейкум, құрметті бокс мотив арнасының тұрақты көрермендері. Біз әне-міне деп 2,5 мың оқырманға да жеттік. Ендігі мақсат 10 мың оқырман. 10 мың оқырманға бірге жетейік. Сенде чемпион бар кезде біз міндетті түрде ол белесті де бағындырамыз. Құрметті қазақ жанкүйерлері, біз бүгін сіздермен қазақ профи боксының әл-ахуалын және де ол боксшыларды бүгін бір сынап алайық. Осы уақытқа дейінгі шығарылымдардың барлығын қарасаңыздар, біз барынша оларды асқақтата тұрып мақтаған болатынбыз. Және кейбір комментарийлерде екіге бөлінді. Неге қатты мақтай бересің деген сынды. Дәл қазір бүгінгі шығарылымды дәл осы сынға арнайық. Және сынның өзін дұрыс және критикаға сәйкес келетіндей етіп, әдемі етіп жасап берейік. Жалпы Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғалы бері профи бокс ол бастапқы уақытта әрине түрлі жағдайларға байланысты дамымағаны белгілі. Ең алғаш бізге қазақ профи боксына жол ашып берген ол әрине Василий Жиров. 1996 жылы Олимпиада чемпионы болғаннан кейін ары қарай дәл осы кәсіпқой боксқа өткен болатын. Және ол жақта жай ғана болмай әлем чемпионы болып та үлгерді. Ал одан кейін оның ізін жалғап және өте жоғарғы деңгейге жеткізіп берген 2016-2017 жылы Қазақстан деген елді бүкіл әлемге көрсете алған біздің Triple G болады. Яғни Triple G бұл бізге көп таныла бермегенімен, кейбіріміз оны мойындамағанымызбен, қазақтарға көмектеспеді, басқа деген сынды түрлі сын айтқанымызбен, ол секілді дәл Қазақстанның медиасын экспода немесе басқа да универсиада, басқа жарыстардың ешбірі де дәл Triple G секілді көтеріп бере алған жоқ. Себебі Америка нарығы ең мықты дамыған мемлекеттерге осындай дамушы ел бар екендігін көрсете алған. Ол әрине Triple G өзінің туымен, міндетті түрде туымен шықты, және де өзінің керемет стилімен, одан бөлек бокстасу стилімен, және де өзінің керемет шапанымен бүкіл әлемге өзін көрсетті. Және осы тұста ескеретін жайт, ол Triple G-ді қаншама елдер ұсыныс жасаған. Біздің елдің атынан шық деп, тіпті көрші Ресей мемлекеті де. Бірақ бұл енді тың ақпараттар емес, жай ғана сыбыстар. Толық сенбесек те, бұндай ақпарат бар екендігі рас. Және осы арқылы Triple G қазақ профи боксын келесі бір деңгейге көтеріп берген болатын. Және Triple G келесі қазақ профи боксшыларының барлығына жаңа леп берген болатын. Оған дейін қазақ профи боксшылары профи боксқа өтпей жатып, әуесқой бокста барлығының ең үлкен шыңы ол Олимпиада шыңы еді. Және Олимпиадаға барғаннан кейін болды. Барлығының мақсаты орындалып, сол жермен бітетін. Ары қарай біреу депутат болды, біреуі спорт министрлігінде жұмыс жасады. Дәл солай біз үлкен шенді қызметке орналасамыз деген адамдарда, боксшыларда мақсат пайда болған болатын. Және осы мақсатты өзгертіп берген, үлкен деңгейде меценат, үлкен деңгейде бай болуға болатындығына мүмкіндік берген ол әрине Triple G болады. Және біздің одан кейін өсіп келе жатқан өскелең барлық кәсіпқой боксшыларға дәл осы Triple G үлкен өнеге болды. Енді біз сынап бастаймыз. Құрметті қазақ жанкүйерлері, мені қатты сынға алмаңыздар, себебі бұның барлығы да шындық. Ең бірінші біздің қазақ профи боксшыларына жетіспейтін нәрсе бұл медиа. Айтайын бар ғой, қарапайым фото аппаратпен фото түсірмейді өзінің бокс кешінен кейін. Яғни боксқа, рингке шығады, бірақ фотолар жоқ, профессиональный фотолар. Біз дәл қазір мысалы сіздерге ақпарат таратып жатырмыз. Осы ақпарат тарату барысында олардың суреттерін качественный, жоғары сапада көрсеткіміз келеді, бірақ ондай жоқ. Яғни қарапайым осы нәрсенің өзін қолданбайды. Ол әрине жекпе-жектен көп ақша алмайды. $1000, 300 мың теңгеге, 150 мың теңгеге де шығып жатқан кәсіпқой боксшылар білеміз. Бірақ соның 20 мың теңгесін, 50 мың теңгесін қиып, дәл сол кешке өздерінің жеке фотографтарын алып барса болады. Немесе ұйымдастырушылармен келісіп, өз фотоларын әлеуметтік желілерге салса болады. Кем дегенде өз парақшасына. Өздерінің Instagram, Twitter және де басқа да TikTok сынды, YouTube секілді өздерінің каналдарын жүргізбейді. Және осыларды жүргізгеннің әсерінен үлкен деңгейлерге жете алатындығын білмейді. Біледі, бірақ қолдарынан келмейді, жасамайды. Олар ойлайды, тек қана Triple G секілді біз өте мықты боксшы болсақ қана, онда бізді әлем таниды деп ойлайды. Ал Triple G-дің білесіздер, 33-ші, 32-ші жекпе-жектерден бастап біз таныдық. Оған дейін 32 жекпе-жек ол далада жүрді. 32 жекпе-жек қиналып жүрді. Бірақ оның барлығын ешкім білмейді. Ал дәл қазір заман өзгерді. Сіздер білсеңіздер, Бен Уиттакер деген жігіт бар. Ол ешқандай да әуесқойда жеңіске жетпеген, бірақ дәл қазір YouTube'да 6 миллион оқырманы бар.
Инстаграмда 3 миллион оқырманы бар. Және де ол қазіргі рекорды да, профессионалды рекорды да өте әдемі емес. Мына видеодан көріп отырғандарыңыздай, бұл жігіт өзінің керемет стилімен және оны әдемі етіп халыққа подачасын бере алғандығының арқасында осындай үлкен танымалдылыққа ие болып отыр. Бұның мансабын бақылап отырғандар дәл қазір өте көп. Келесі бір дүние бұл әрине жай ғана таргетті жібере салу. Кейбір спортшыларды көріп жатырмыз, спорт болғаннан кейін, спонсор табылғаннан кейін, жекпе-жектен кейін бір айға, бір жарым айға, жарты айға таргет жіберіп қоя салады. Бірақ бұл таргет көмектеспейді. Оның орнына профессионалды түрде мықты шығармашылығы өте жоғарғы деңгейде дамыған мобилографтарды, видеографтарды жалдап видеолар түсіру керек. Және осы видеолардың біреуі болмаса біреуі ататыны сөзсіз. Қазір медиада ешқандай шек жоқ. Жаңағы Бен Уиттакердің өзінің бір видеосы 61 миллион қаралым жинаған. Бұл деген сөз әлемнің қаншама бөлігінен жанкүйер тапты деген сөз. Оның қаншама бөлігі енді кем дегенде 1%-ның өзі парақшада қалды, осы адамды таныды деген күннің өзінде оның ары қарайғы жанкүйері болатындығы сөзсіз. Яғни мынау жекпе-жек ұйымдастырып жатқан адамдар осы жағынан қарайды. Не үшін? Себебі билеттердің сатылымы, спонсорлардың табылуы үшін олар әрине осы екі-ақ нәрседен табыс табады ғой, және осылар табылуы үшін олар мынау жекпе-жекке қатысып жатқан адамдардың медиасына қарайды. Осылардың медиасы жоғары болған кезде олар міндетті түрде осындай дүниелер жасайды. Ал бұл енді біздің жай ғана көзбен көретін медиалық жұмыстарымыз. Ал бірақ нақты маркетингтік стратегиямен, үлкен жұмыстармен жұмыс жасайтын болса, яғни сұхбаттар беру, журналистерге, басқаға түрлі СМИ-лерге бару деген сынды түрлі ақпараттардың ағын үлкейтетін болса, өзінің жетіп жатқан жетістігін жоғарғы деңгейде жасайтын болса, бұл оның ең үлкен жетістігі болатыны сөзсіз. Себебі дәл қазір заман өзгерген, дәл қазір медианың заманы. Тағы бір нәрсені қосайық осы медиа тақырыбына. Оның бірі Джервонта Дэвистің әдісі. Енді америкалықтардың көбісі осылай жасайды. Мысалы, Джервонта Дэвис Ломаченкомен басқа біреу шығып жатса, ол барып сол жекпе-жекті көріп отырады көзбен, немесе онлайнда отырады. Сол комментатор болып отырады. Сол арқылы өзінің атын ешқашан ұмыттырмайды. Түсінесіздер ме? Сол салмақта әңгіме болып жатса, ол өзінің атын ешқашан ұмыттырмайды. Медиада оның аты жарқырап тұрады. Ломаченко жеңіп жатса, айтады: "Ломаченко, давай келесі кездесуде екеуміз шығайық" деп айтып жатады. Яғни осы арқылы ол бүкіл пабликтерге, бүкіл әлемге жарияланады. Біз секілді қазақ аудиториясында жұмыс жасап жатқан, мысалы, дәл қазір Алаш спорты, одан кейін қазақ батырлары, аралас жекпе-жек, КЗ спорт секілді түрлі порталдар бар. Мен оларды айтудан ешқандай қызғанбаймын, оларды да жарнамалай беремін. Дәл сол секілді қазақша ақпарат беретін порталдар бар секілді, бүкіл әлемде осындай порталдар өте көп. Және сол порталдардың барлығы да осы адамның танымалдылығын көргеннен кейін оған қызығып, сол СМИ, яғни бұқаралық ақпарат құралдары барлығы жарыса жазатын болады. Бұл ең басты керек дүние деп мен есептеймін. Ал сіз қалай есептейсіз? Комментарияға жазыңыз. Екінші біздің үлкен тармағымыз бұл жанкүйермен байланыс. Біздің Жәнібек Әлімханұлын мен жақсы көретін себебім, Сабырхан Махмұт пен Төреханды жақсы көретін себебім, олар жанкүйерлермен байланыс орнатады. Жанкүйерлерге қажетті видеоларды жүктейді. Жанкүйерлерге қажетті ақпараттарды өз парақшалары арқылы беріп отырады. Және осы арқылы өтірік ақпараттардың таралмауына өте тығыз байланысты жұмыс жасайды. Мысалы, Жәнібектің командасы Мырзағали Айтжанов біздің бапкер емес, ол жай ғана спарринг партнерларды алып келіп беріп отыр деп өздерінің парақшасына жариялады. Яғни халықтың көзін туралыққа алып келеді. Негізі кейбір СМИ-лер толыққанды ақпаратты білмесе де жариялап жібере салады. Оларға ақпарат керек, халықтың көбірек комментарий жазғаны керек. Дәл сол секілді бұл жерде боксшының өзінің жеке парақшасы, команданың парақшасы және сол арқылы ақпараттандырулары дұрыс болу керек. Жанкүйерлерді сыйлау керек қой негізі ең бастысы. Сіздің осыған байланысты ойыңыз қандай? Оны да комментарийға жазыңыз. Үшінші өте маңызды нәрсе бұл әрине промоутерлерді дұрыс таңдау, команданы дұрыс жасақтау. Бұл жерде команданың ішінде диетолог, психолог және де өзіңіздің менеджеріңіз, одан бөлек пиар менеджер, бұның барлығы кіреді. Және басында сіз әрине мансапты енді бастап жатқан кезде бұл нәрселердің бәрі болмауы мүмкін. Өзіңіздің қабілетіңізбен, тек бокста салу қабілетіңізбен ғана шығып кетесіз. Бірақ алдағы уақытта сіз сол бір жекпе-жектен алған ақшаңызды өзіңіздің қалтаңызға баспай, ары қарай инвестиция жасай алуыңыз керек. Келесі жекпе-жектерде әрбір жекпе-жек сайын дамып отыру керек. Және осылай болған кезде ғана біз жақсы жеңістерге жете аламыз. Мысалы, Жәнібек Әлімханұлы Top Rank-пен жұмыс жасады, 5 жыл контрактын отырды. Енді ары қарай контрактын ұзартқан екен. Top Rank-тің өзі жалпы адамдарға, боксшыларға пояс алып беру жағынан ешқандай қиындық тудырмайды. Себебі олардың поястармен, яғни WBC, WBO, IBF деген секілді поястармен байланысы өте жақсы. Және сол үшін де Жәнібек осы Top Rank-ті таңдады деп мен өз басым есептеймін. Және осы арқылы Жәнібек Top Rank-те белбеулерге тез жетіп алды. Артур Бетербиев тез жетіп алды. Тағы кімдер бар? Барлығы да Василий Ломаченко тез жетіп алды. Көрдіңіздер ме? Демек бұлардың бәрі
осы топ-рингте жұмыс жасау арқылы белбеуге тез жете алады. Бірақ үлкен жекпе-жектер, жұлдызды жекпе-жектер жасау үшін кішкене құйтырқы әрекеттері көп болса да, сені қадап кету ықтималдығы көп болса да, Эдди Хирн мен Оскар де ла Хойя секілді үлкен алпауыт промоутерлермен жұмыс жасай алуымыз керек. Яғни топ-рингтен кетіп басқа компанияға бару ол нормальный. 6 жекпе-жекке, 5 жекпе-жекке өзінің несін алу ол нормальный, менің ойымша. Және осы арқылы олар промоутерлерін ауыстыра алуы керек. Өздерінің позициясын қоя алу керек боксшылар. Менің талабым осындай. Мен 10 жекпе-жектен кейін поясқа жетуім керек, 10 жекпе-жек мен 15 жекпе-жектің арасында өте танымал боксшымен шығуым керек деген сияқты контрактымен қол қоюы керек. Және осы арқылы олар мықты жетістіктерге жете алады. Төртінші нәрсе, боксшының өзінің біліміне тікелей байланысты. Негізі біз ойлаймыз, боксшылар олар тек қана күші бар, жаңағы ударлары мықты болса болды деп ойлаймыз, бірақ өкінішке орай олай емес. Себебі бокста өте маңызды нәрселердің бірі бұл боксерский IQ. Яғни интеллекттің жоғары болған сайын сен мықты жеңістерге, үлкен жекпе-жектерге жете аласың. Ал онда интеллекттің болмаса, өкінішке орай сен төменде қалып қоя бересің. Ол әрине келесі 4-ші пункт, бұл тіл білу. Яғни адамдар, боксшылар өздері тіл білетін болса, қазір Америка ол былай айтқан кезде мұсылмандардың Меккесі секілді, боксшылардың Меккесі Америка. Ол жерде нашар мысал келтіріп тұрған шығар, бірақ ол шынымен де солай. Не үшін? Себебі Американың нарығы, мексикалықтар американдық тілде сөйлей алады, түсінеді. Және олар қатты бақылайды мексикалықтар мен американдықтар. Канада бар жоғары жақта. Бұлардың барлығы да мынау боксқа қатты қызығады. Және олар бокс үшін ақша төлей алады. Яғни медиалық адамдар, сіз медиаңызды көтеру үшін сіз тіл білуіңіз керек, және сол тілді білгеннен кейін ағылшынша түрлі басқа адамдарға вызов тастау арқылы олардың назарын аударта аласыз өзіңізге. Ал қазір білесіздер, назар аударту, назарды ұстап тұру бұл ең үлкен ақша алып келетін канал. Сондықтан да біз боксшылар ретінде әрине бұл жерде тіл білуіміз шарт. Ағылшын тілін білуіміз шарт. Орысша білмесеңдер білмей-ақ қойыңдар. Ағылшын тілін біліңдер, сол ағылшын тілі арқылы кем дегенде қазір Жәнібек дегенде бір-екі шығарылымдар шығарып жатыр ғой ағылшынша. Өзі қиналып, бірақ енді бастап жатқан мансапты түбінде бір кәсіпқой боксқа барам дейтін болсаңыздар, міндетті түрде ағылшын тілін меңгеріңіздер. Себебі біздің Қазақстан нарығы алдағы 10 жылдықта, 20 жылдықта ондай үлкен медиалық жекпе-жектерді жасап бере алмайды. Оны түсінуіміз керек. Не үшін? Себебі қаржы аз, екіншіден оны ойланып жатқан ешкім жоқ, үшіншіден халық көп жиналмайды бұл жерге. Яғни біз ондай үлкен көлемде халықты жинай алмаймыз, және олардың билеттері мысалы 200 мыңнан 300 мыңнан болады, және сондай билеттерді біз сатып ала алмаймыз халық ретінде. Сондықтан біз дамушы мемлекет болғандықтан бұл жерде ескеруіміз керек нәрсе, Америкаға барып сол жақта жұлдыз болуымыз керек. Сол арқылы мысалы ауыр салмақ болса Ұлыбританияда жақсы дамыған, Ұлыбританияға, яғни Европаға барған дұрысырақ болады. Ал басқа салмақтардың барлығы да Америкада жақсы дамыған. Кішкентай салмақ Жапонияда жақсы көтеріліп келе жатыр қазір. Сол секілді қай жақта сол бокстың меккесі саналады, қай жақта медиалық тұрғыда танымал болуға болады, сол жақта міндетті түрде жекпе-жек өткізуге тырысу керек. Жәнібек Әлімханұлының бір ұнайтын жері, ол барлық жекпе-жегін Америкада өткізуге тырысады. Ол оның тағы бір плюсы. Әрине қарсыластары слабый, бірақ ол осы жекпе-жектерді сол жақта өткізуге тырысады. Бірақ тілдің өзін білмеуі осы уақытқа дейін түрлі сындарға алып келді. Медиасын бір 2 есе 3 есе жоғарылатып жіберетіндей мүмкіндік қой негізі бұл тіл білу деген. Сондықтан басқамыз болсын, боксшы болайық болмайық, бәрібір тіл білу қазір маңызды. Let's go. Енді келесі 5-ші пункт, бұл әрине команданың мықты болуы. PR менеджердің мықты болуы, және де физикаға жауапты тренердің, жалпы бас тренердің, одан кейін техникаға жауапты мамандар болады. Яғни бір жаттығу лагерін ұйымдастырудың өзінде байқасаңыздар, мысалы Канелоның, басқа да мықты жігіттердің командасында үлкен көп адам тұрады. Не үшін? Олардың бәрі не қызмет атқарады? Олар жаңа айтқан фотограф, видеограф бар, физикасына қарайтын бар, PR менеджер бар, маркетинг бөлімін басқаратын бар, солай келіссөздерге жауап беретін бар, оның ішінде бухгалтері, юристі бар. Оның барлығы іште болып жататын процесс болғандықтан осының бәрі мықты болу керек. Канелоның өзі Оскар де ла Хойямен тіресіп қалған кезде айтқан болатын, сен Головкинмен не жасадың ба, келіссөз жүргіздің бе, өзі есеп айырыстың ба онымен? Головкин екеуміздің жекпе-жегімізден кейін оны тонамақшы болғаныңды бәрі біледі деп айтты, көрдіңіздер ме? Бұл жерде де юрист керек екендігін көрсетеді. Команда үлкейген сайын, ақша көп болған сайын, әрине ол жерде юрист те, бухгалтер де барлығы қажет болады бізге. Сондықтан мықты мамандармен жұмыс жасау өте маңызды. Мықты мамандары бар команданы таңдау, промоутерлік компанияны таңдау өте маңызды. Және де ақшаны аямай бұл жерде сол нелерге көңіл бөле алуы керек. Яғни физикасына жауапты маман, басқасына жауапты маман деген секілді. Бұның барлығын біз тек Жәнібектің ғана жасап жүргенін білеміз. Қалған боксшылар жасап жүр ма, жасап жүрген жоқ па?
екінші пункттағыдай жанкүйерлермен байланыс болмағаннан кейін қандай деңгейде жасап жатқандығын өкінішке орай білмейміз. Алтыншы пункт бұл әрине боксшылардың өзінің мінезі. Мынау Әлихан Бөкейханов өте жақсы айтады. Ортаға сен біліміңмен емес, басқамен емес, мінезіңмен сиясың дейді. Сен жұмыс жасау барысында міндетті түрде жаттығу лагеріне барасың. Ол жерде тренер болады, ол жерде сен секілді боксшылар көп. Және солардың арасынан сен өзіңнің мінезіңмен олардың арасына сіңіп кетесің. Және сол арқылы олармен араласасың. Араласқаннан кейін олардың мінезі, чемпиондық менталитеті саған жұғады. Яғни мықтылармен жүрсең, сен де мықты болатының сөзсіз. Мен кешегі бір шығарылымда айтқан болатын, Абылайхан Жүсіповке сенімім мол деп. Не үшін? Себебі ол Канело секілді мықты жігіттердің командасында болды. Мықты әлемдік деңгейдегі мықты жігіттерді көрді. Батыр Жүгенбаев та Кроуфордтың жанында жүріп жаттығу жасады. Сол секілді біз оларға сенім артамыз. Не үшін? Мықтыларды көрген кезде олардың ойлау жүйесінің құндылықтарын сен көріп, өзіңе қажетті жерін алғаннан кейін сенің де мықты болатының сөзсіз. Сондықтан да ортаға сіңіп кету, ортамен араласу, ол шетелдік боксшы болсын, қазақстандық болсын, маңызды емес, азиялық болсын, американдық болсын, африкалық болсын, олардың барлығымен дұрыс қарым-қатынас жасай алу өте маңызды. Тренермен, бапкермен, промоутерлермен, менеджерлермен барлығымен де сен дұрыс қарым-қатынас жасай алу керек. Егер мінезің нашар болатын болса, менің мінезім осындай, көнсең көн, көнбесең қой дейтін кер тартпа біреу болатын болсаң, онда өкінішке орай сен де ұзаққа бара алмайсың. Енді мінез дегенде екінші бір тараптан ашып көрейік. Мынау мінез деген негізі характер ғой. Адамның сынып қалмауы, бір рет жеңілдің, бір рет сынақтар болды. Сол сынақтардың бәріне сүрінбей өткеннен кейін сенің мінезің соның бәріне шыдап төзіп береді. Мысалы, Головкин жеңілді, ұлы болса да, Канело жеңілген, тағы кім бар, Мұхаммед Али жеңілген, Тайсон жеңілген. Соған қарамастан олар қайта рингке көтеріліп, өздерінің мықты екендігін тағы да дәлелдеген. Сол секілді жеңіліп қаламын деген қорқыныштан арылу керек біздің боксшылар. Себебі көптеген боксшылар бар, шынымен де жеңілгеннен кейін қайтадан рингке көтерілмей қойған. Али Ахметов немесе Батыр Жүкенбаев сынды тағы да жігіттеріміз бар, жеңілгеннен кейін қайта рингке көтерілген. Бірақ бұның өзі негізі мінез. Жеңілу де ол бір норма деп ойлаймын негізі. Себебі сенің қазір бір қарым қабілетің, дайындығың немесе басқа да бір тұсың, бағың немесе бабың жетіспей қалатын кездер болады. Үнемі бір идеальный, әдемі сәтті күтудің қажеті жоқ. Яғни жеңіліп қалу да ол нормально. Бірақ қайтадан аяққа тұруға болады. Ал ол қайтадан аяққа тұруға бізге мінез керек. Біздің жалпы менің ойымша олимпиада чемпиондары, екі олимпиада чемпионы, екі әлем чемпиондарының шықпауының да жалғыз себебі осы деп ойлаймын. Бір рет жеңіске жеткеннен кейін олар масаттанып кетеді. Ал жеңіске жете алмай қалса, үмітін үзіп қояды. Ал мінез деген ол бір жеңіске қайта қанағаттанбай келесі жеңістерді бағындырады. Василий Ломаченко секілді. Солай ғой, ол кәсіпқой бокста екі олимпиада чемпионы болды, әуесқой бокста. Және кәсіпқой бокста да қайта әлем чемпионы болып жатыр. Мықты жекпе-жектер ұйымдастырып жатыр. Сол секілді біздің боксшылардың да арасынан мінезді боксшылар шығады дегенге мен кәміл сенемін. Ал сіз сенесіз бе? Комментарийға жазыңыз. Құрметті жанкүйер, енді әрине ең маңызды дүниеге келдік. Бұл 7-ші пункт. Бұл әрине бокстаса алуы. Жалпы біз Triple G-ді бокстасу арқылы танимыз. Оның бокстасу стилі өте жарқын болғандықтан, ол қарсыластардың бәрін құлатқандықтан біз оны әлемге таныттық, ол өзін әлемге танытты. Шафқат Рахмонов та дәл сол секілді қазір үндемей-ақ, медиасына көп көңіл бөлмей-ақ, ол өзінің жекпе-жектері арқылы бүкіл әлемге өзінің мықты екенін дәлелдеуде. Дәл сол секілді әрбір спортшы ең бірінші бокстаса алу керек. Қалған нәрсенің бәрі нөл, оның артына тіркелетін нөлдер. Яғни, егер сен бокстаса алсаң, мықты бокстаса алсаң, ол бір, және медиаң жақсы болса, промоутерің жақсы болса, басқа деген секілді нөлдер ары қарай артына тіркеліп кете береді. Жалпы біз боксшыларды айтқан кезде олардың көбісін сынап жатамыз. Қазақ боксшылары кейбіреуі бокстаса алмайды деген сынды. Мен ойлаймын, біздің боксшылардың кем дегенде 30% әлі жатқан таланттардың барлығын есептеген кезде, жалпы әуесқой бокс, кәсіпқой бокс бәрін есептегенде кем дегенде 30% әлемдік деңгейде мықты танымал және чемпион бола алатын жігіттер. Барлығының да қолынан келеді. Кеше байқасаңыздар, Жәнібек Әлімханұлы мен Аман Қонысбаев және де Нұрқанат Раистар спарринг өткізген болатын. Сол жерде Нұрқанат Раис пен Аман Қонысбаевтың түрлері бодрый болып тұр. Әрине енді ауысып істеген ғой олар. Бірақ дегенмен Жәнібекпен олар деңгейлес болып жұдырықтасуда. Бұл нені білдіреді? Бұл жалпы біздің кез келген спортшы әлем чемпионы бола алады деген сөз. Кез келген біздің чемпион мықты бокстаса алады. Тек қана оған IQ-ді қосу керек, ақылды қосу керек, және де тек бокстасам болды екен деп ойламай, басқа да боксқа қатысы бар дүниелердің барлығын жасай алу керек. Мысалы, біз YouTube-пен айналысып жатсақ, онда демек петличка алуымыз керек, киімімізді реттеуіміз керек,
камерада сөйлеп жатқан кезде барынша энергичный, жақсы сөйлесе алуымыз керек. Жанкүйерлермен комментарийден не деп жатыр, оларға мән беруіміз керек деген сияқты ғой. Мен ютубқа видео түсіреді екенмін деп, не болса соны айта берсем болмайды ғой. Мен ютубқа видео түсіре алады екенмін деп. Сол секілді әрбір істе ең маңызды дүниесі бар, және соның айналасында сол істе сені мықты маман етіп көрсететін дүниелер бар. Солардың барлығын меңгеріп жасауымыз керек. Жасай алмайсың ба, онда жаныңа адам тап. Берік Сұлтан секілді. Дәл сол секілді біз міндетті түрде жанымыздағы адамдарды көбейтуіміз керек. Жалпы Жәнібекті көп айттық. Енді бір нәрсе айтайын. Жәнібек дәл қазір оған жетіспей жатқан мықты қарсылас қана. Оған қазір мықты қарсылас жетіспеуде. Осы мықты қарсыласты ала алатын болса, промоутерлермен дұрыс байланыс орната алса, оның өзі жасап жатқан жұмыстары өте терең. Американдық смелермен жақсы байланыс жасап жатыр. Басқа да жұмыстарды өте көп жасап жатыр. Яғни медиалық тұрғыда біз айтқан дүниелердің барлығын жасауға тырысуда. Енді оның ең үлкен екі кемшілігі ол тіл білмеуі және осы промоутерлерге нақты талап қойып, мықты боксшыларды өзіне тарта алмауында. Осы ғана оның үлкен кемшілігі болып тұр. Бірақ ол кемшілікті де алдағы уақытта жояды деп сенемін, себебі Головкиннің өзінде де ұзақ мерзімді карьерасында мықты жекпе-жектер болмаған. Кейіннен ол Келл Брук, кейіннен ол Джейкобс, Канело секілді мықтылармен жұдырықтасты. Сол секілді біздің де жігіттер дәл қазір мансабында 20-дан 0, 25-тен 0 деген секілді әдемі рекордтарды қойып келе жатыр. Жастары да жақсы деңгейде келе жатыр. Бірақ бұл деңгейде қалып қоймау керек. Ары қарай дәл осы айтылған факторлар бойынша тағы да жұмыс жасап, олар ақпараттық базасын, өздерінің кәсібиліктерін көтере алу керек. Сол кезде олар мықты медиаға ие болады және сол арқылы өздерінің артықшылықтарын тауып, сол арқылы олар мықты танымал боксшыға айнала алады. Бұның барлығы менің субъективті пікірім. Егер сіздің қандай алып қосарыңыз болатын болса, бұның ішінен келіспейтін жеріңіз болса, оның барлығын комментарийға жазыңыз. Сол жерде талқылайық. Келесі бір айдан кейін, 2 айдан кейін тағы бір дәл осы тақырыпқа қайта оралған кезде, ол кезде бұл ақпараттар базамыз тіпті кеңінен болмақ. Сондықтан біз сізбен бірге болғаныңызға, сіздің бізбен бірге болғаныңызға үлкен рахмет. Чемпион, біз чемпиондық менталитеті бар мықты жігіттер, қыздар болып өсе берейік.